бұл оюға алтын бисер, кәдімгі золотистый бисер, сосын желательно матовый бисер тапсаңыз, өзіңізге ұнайтын цветтен. Міне қай жерден басылатынын көрсетіп жатырмын. Бір саусақ қалдырасыз, өзіңіздің бір саусағыңызды оюдың шетінен бастап осылай жіпті шығарып алып, 3 золотистый бисер, 1 золотистый бисер, 1 матовый цвет. Бұл енді ұсақ жұмыс. Шыдамыңыз жетпесе бір цветпен де істей беруіңізге болады, бірақ әдемі болып шыққаны өзім жақсы көремін, сондықтан оған қарамай істей беремін. Міне 3 бисер золотистый, 1 матовый зеленый цвет бисер, 3 золотистый, 1 матовый цвет бисер. Не тігіп бастайсыз, манағы сияқты бір бисер былай қарай ысырып кішкене көтеріңкі болып тігу үшін оюдың үстімен бастап жүре бересіз. Бұл да жерде де 3-ші бисердің жанынан шығасыз, қайтадан манағыдай тізбектеп аласыз, сосын сызықтың бойына тізбектеп 1 мм, 2 мм қалдырып, ұзына бойына кете бересіз. Міне көріп тұрғаныңыздай схемамен жайлап 3-ші бисердің қасынан шығып, 3 золотистый бисер, 1 матовый, 3 золотистый бисер, 1 матовый цветті алып, ары қарай кете бересіз, осылай тігіп. Бұл жерде бұл техниканың жақсы жері ұсақ жұмыс болғанмен өте әдемі шығады. Көріп тұрғаныңыздай сызып тұрған оюдың үстімен барып тіге бересіз, айналдырып. Бәрі қайталана беретін процесс болғандықтан мен сізге осылай көрсетіп жатырмын. Главное, аккуратно сызықтың бойына түссеңіз және қиғаштап тіксеңіз, осылай әдемі болып шығады. Осылай соңына дейін келіп, соңында үш бисер, бір золотистыймен ғана қысқартып жібересіз соңын. Сол кезде осындай әдемі ой